Сыздар ағайын, технология дамыған заманда ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтардың бірі ат белгілі және де ат әбзелдері туралы кентіміздің ақсақалы, аңшы, ерші, саятшы тілек атамыздың үйіне сұхбаттасуға. Ассалаумағалейкум. Енді мен сізге бірнеше сұрақ қойып өтсем. Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда ат белгілік және де ат әбзелдері ұмытылып бара жатыр. Осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Әр үйде ақ тұрады, белдеуде байлаулы ақ тұрады, оны қойымыз сұрағанымыз жоқ сұраға дейді. Қазір ана мотоцикл деген мәшине шықты, сонымен ағып жатыр. Ақ бөлігін жаңағы жолдық сарықтардан жетіп жаңағы қазақтардың енді көтеріліп жүретін бар, бәрі көбейіп жатыр, не көбейіп жатыр, жақсы мәселе жай жерде көп баяғы Маған өзіңіз жинаған, атадан қалған, ғасыр тарихы бар ат әбзелдеріңіз туралы айта кетсеңіз. жаңағы кеңсірік қой, кеңсірік, мынау жаңағы тамағының астына келіп тамақ болу дейді ғой, осылай сағалды, сағалдар дейді, сағалды, осылай сағалыз, одан кейін мұнда салатын ешкінің мүйізінен жасаған ғой, көрдің бе, түйістіріп күшті қылып жасаған, мынау енді алдыңғы екі аяққаны шидер ғой енді, алдыңғы екі аяққа келеді. Ана артты бір аяққа тағасың, сонда бұл өре болады, өре. Жаңағы шидер болады. Ал енді өре қылам десең, екеуін бір аяққа тағасың дағы, мынаны бір аяққа тағасың, сонда бұл өре, жаңағы өре болады. Енді мынау тұрған шілия, жаңағы бұл шілия жаңағы ардағы тұста. Бұл шілияның мақсаты жаңағы қамытқа нетіледі, аттың үстінен келіп жабылады. Мынау шашақтың бәрі төмен қарай тегіс, көрдің бе? Мына шашақтың бәрі төмен қарай тұтаға, былай қарай. Аттың үстінен келіп кейледі, бұл жаңағы қамытты алғы артқа жібермейді. Әдемілікке жаңағы артта шана келетқан кезде бәріне күшті жаңағы. Бұл шілия жаңағы, керемет шілия. Бұның материалы жаңағы таза қайыс. Енді қандай қайыс? Сиырдың терісі ғой бұл енді. Бұзаудың терісі дейді, сиырдың терісі, сиырдың терісі шығады. Көрдің бе, сой бетінде, мықты бетінде тұр. Көрдің бе? Бұл шірімеген беті сой беті. Сой беті тұр, осы бетінде шілия жаңағы шашақтарымен бәрі. Енді мынау өзіміздің қамшы, мынау тобылғы сақты қамшы. Тобылғы сап, мынау алып өлім мынау өзі. Сол бейтіп мына бас жағын жасап қойдым, шетіне сынғаннан кейін. Мынау бүлдіргесі, жаңағы бүлдірге дейтін мынаны қамшы, мынаны жаңағы несі дейді жаңағы. Осы өрімдер қандай түрлері бар? Өрімдердің жаңағы 8 өрім болады, 6 өрім болады, 16 таспа болады, 12 таспа болады. 16 таспалар жаңағы олар жуан болады, жуан қол өріледі. Ішінде жаңағы кейбір өрілдер өзек салады ішінде. Өзек сал өреді екен, мен онайды көрген жоқпын. Менің жеңіл өретіндері мынау, мінекей. Жай балаларға, атқа шауға, жеңіл осындай қамшылар өріп қоям. Енді әкейден қалды ғой маған. Мен де бірден өрім көріп. Сосын мен өзім осыны өріп жүрмін. Одан кейін жаңағы шанаға отырдым ғой, шанаға, жаңағы шілия немемен. Келесіңдағы мынау бишік. Енді сен енді қамшы емес бұл, сен шанада отырсың. Сол кезде анау атты саған ұлу көріп. Сол бүйтіп ұрасың жаңағы. Мынау бишік деген болады. Мынау шырғай, мынау шырғайдан жасалады. Мына әкей енді күшті шырғай болғаннан кейін жасай салған ғой, мынау кішкене майысы, бүйтіп салған ғой. Көрдің бе? Содан бүйтіп, көрдің бе? Мына 8 өрім шығарып тұрған. Бұл ұзын olur. Көрдің бе? 8 өрім. Бір жалға olur. Жаңағы борық тәрізді ғой, борық тәрізді. Мынау жаңағы өзің көргенде бүлдіргесі, және қамшының бүлдіргесі. Менің бүлдіргесі осындай. Айырмашылығы жаңағы енді сен мынаны ат ұстайсың ғой енді. Бұл қысқа. Көрдің бе? Атқа өзіңе шағын ұстайсың осылай. Ат тұрасың. Енді анаумен атқа менен мынаумен ұрамайсың ғой. Ат ұрамайсың ғой, атты. Атқа не ғой? Бұл шанада отырып, анау жаққа ат келеді ма, соны ұрасың.
шанада келесің осы. Ей, кеуде осылай, жаңағы. Сол кезде мынау атқа жетіп. Мынау жаңағы өмілдірік дейді. Мынау өмілдірік, аттың жаңағы ердің қасына саласың. Сосын мынаны аттың жаңағы мойнынан өткізіп барып, жаңағы. Мынаны жаңағы бірінші тартпа бар ғой, тартпаға саласың. Тартпаға саласың кезде, мынау ер тоқым артқа кетпейді. Мынау өзі мынау әкейдің ер тоқымы болған. Бұрын кішкентай кезінде жаңағы балаларға сол 40 жылдарында 30 жылдарында әкей жасаған ғой мынаны. Сосын мына бұзылып әбден қорада қалғаннан кейін өзім жаңағы жасап мына жылтыратып өзімше бәрі шегемен тақтым, өйттім. Мына жаңа қайыстардың бәрін өзім тақтым. Мынау үзеңгі ғой жаңағы үзеңгі, мына көрдің бе, балаға қолдан жасаған кішкентайларға. Мынау таралғы жаңағы мына тұрған. Мына ердің қасы ғой. Алдыңғы қасы дейді. Баяғыда біздің әкеміз Болат қожа ердің қасында өлтірген жаңағы асығын. Сол әкеміз мінекей. Мынау жаңағы осы мынау келеді, мынау құйысқан ғой. Бұл енді жаңағы аттың құйрығына тағасың ғой. Тартқаннан кейін мынау құйысқан алға жібермейді. Мынау өмілдірік ер тоқымды артқа жібермейді. Көрдің бе? Бұның несі сол. Артқа жіберді. Енді мына тұрған қанжыға дейді. Қанжыға ұзындау болу керек осы. Көрдің бе? Мына қанжыға. Бұған жаңағы бірдеме байлайсың. Жаңағы аң алсаң да байлайсың. Жаңағы баяғыда торсық байлағанбыз. Кішкентай кезде торсық байлап беріп ауылға тартқанбыз. Мынау айыл жаңағы. Тартпасы бар міне. Өршік саласың үстіне. Мынау тоқымның астына кердік келеді. Кердіктің астына жаңағы кішкентай несі келеді. Іштігі бар. Ол жаңағы нелерді, жаңағы іштіктерді кер болған кезде үгіліп жіберіп, қағып, қайтадан саласың. Сонда мынау тоқымға келетпей, тоқым сол жеңіл бетінде, таза бетінде өзі солай тұра береді. Солай тұра береді. Жерлер бар, орыстер бар, бұл жаңағы мынау жаңағы балаларға арналған ерекеміз. Ал енді бұны құран бері болады, қазақ ерлері көп, түрлері көп екен. Біз енді осы ер тоқым біздің жақтағы. Енді арғынның ер тоқымдары ғой біздің арғынның ері осындай шығар деп өзім ойлаймын. Мен енді құран бері бар жаңағы басында көрдің бе? Айырмашылығын мен білмеймін. Жаңағы құран ерлердің арты жалпақ болады жаңағы. Көрдің бе бұлай? Адам отыруға неге ыңғайлы болады. Ал енді қыз балалардың ер тоқымы бар дейді. Оларды жаңағы балаларға бәріне жасай берген ғой баяғыда. Сол өнер болған ғой ол кісілердің, өнер болған. Ал енді бұл жаңағы орны ғой. Орны жаңағы аттың екі жағынан келеді жаңағы. Дүзген тәрізді. Екі жағынан тағасың жаңағы. Бұл орнының қасиеті шанаға бар отырасың әрі қарай тұр. Шанаға барып отырасың да жаңағы мінекей. Ақ еді алда келетір ғой. Бұл айда отырасың. Айда жаңағы. Айда былай қарай бұрсаң, былай бұрсаң. Бұл орнының қасиеті сол. Бұл жалған баған. Бір сиырдың терісі кеткен бе, екі сиырдың терісі кеткен бе. Сол әкей сол баяғы уақытта осылай өріп қойған ғой. Өзі керек кезде жұмыс несіп барып келе жеріне барып келеді, одан кейін біз майлап қоямыз. Солай ылғи постоянно майлауда отырады. Енді мынау қыларқан. Бұл қыларқан жаңағы жылқының қылынан жаңағы жалған, сосын құйрығынан алған ғой әке шешеміз. Сосын бұны шешейлер ширатады. Ширатып мына қыларқанды осылай бұзады. Ұзын болған, үзіліп қайта қалғаны осы. Міне көрдің бе? Қазір міне бүтін қалғандары енді осы. Неге қылдан ол уақытта қайда қазіргідей шпагат жоқ, жоқ, сол жаңа қылдан жасайды. Киімнің жаңағы шалбар да теріден жасалған дейсіз ол уақытта. Соны мынаны қылдан өрген ұзын арқан болатын. Ұзын арқан. Бұл өмір үзілмейді, мына өмірі. Мына қыл дегеніңіз сол жылқының қалы ғой мына. Көрдің бе? Сол уақыттардағы бәрі жасалған нәрселер ғой. Көрдің бе? Енді айтып жатсынан барлығын майлайды деп бұны не майлайды? Бұны майламаса шіріп кетеді. Бұны жаңағы жылқының өзінің майы болады.
білдің ба? Өз жылқының өзінің майымен, әкелі жаңағы қойдың майымен, жылқының майымен, сол уақытта ол көк май жаңағыдай бізде қазір неше түрлі майлар ғой, ондай май болмаған. Жаңа жылқының майында саптаметтің өзін жаңа ет кептіккеннен кейін саптаметтің сыртын жаққан кезде сол сөбетінде бәрібір жылтырап жүре бере сонымен майлаған ғой, көрдің ба? Бір жерінде бір жалғау жоқ, шіріп қалады жай жарықтық. Мінекей көрдің бе? Осының бәрі жаңағы мынауыңыз жаңағы болсын, мынауыңыз сағатқан, мыналарың жаңағы таныстырған нәрселер. Осы Тоқымыздың үйде де бар ғой, біздің де ауылда үйде бар. адамда жақсы ғой. Мынау қазіргі біздің орыс елім ғой. Ескіден келетін жаңағы қара таудан негізі қара ағаш дейді. Тауғынан өзі ойып қойды. Бірақ та ертеңді ойылған ет жоқ. Жаңағы өзім кейіннен осы санлар өйтіп кейін өзім жаңағы жобалап жасап қойған. Өзімше әдемілер. Бірақ бұда бір шеге болған. Оның шегелері ағаш шеге болған. Ондай ағаш шеге берейін. Сонда жаңағы кейіннен сейтін болмаған. Тамаша болған. Ал енді мұна ертоқтың жаңағы енді тұрам дедік. Тұрам дедік. Енді жайды. Ал соған неге жайды осы ертоқтың қайдан келген? Қайдан алды? Қайдан қойды? Бірақ бұның әкеге көп емес тәрізді. Әке жасамаған тәрізді. Осы кейіннен пайда болды. Мен өзі бала кішкене есімді білгенде бұл ертоқым пайда болды. Сол оңтүстік жағынан әкеліп мәде бар. Сояқта бір апалар. Енді мынау қазір енді орыс ел ғой енді. Көрсеңіз күнделікті қолданып жүрген аңға мініп жүрген. Мынау енді жаңағы терлік жаңағы тоқымның ішіне саламыз. Тоқымның ішіне салған кезде бір жағы жаңағы жайлы болып тұр, бір жағына ерте мына ақ терлейді ғой. Терді мынаны үгіп жібересің. Көрдің бе? Мынаған тер өтпейді. Мынау сол жеңіл бетінде қалып қою керек. Мынаны үгіп жіберіп, қағып, қайтадан атқа сала бересің жаңағы. Сосын андағы тұрған қолындағы әке. Бұл жаңағы орыс ел ғой енді, баяғыда. Бұл орыс ел, бұл темір. Мынаны көрдің бе? Бұл темір. Қаптардың астында есік киізі бар. Мынау тұрған киіміңді бұны. Бұл жаңағы мына жерде қазамас зері бәрі. Қазамас жаңағы қаралық көрдің бе? Қаралды негізі мынаның астында қойды. Мен үстіне салып жібердім. Тоқымды жеп қоймас үшін. Көрдің бе? Мынау жаңағы дүзеңгі. Мынау тұрған қаралығы міне. Мынау алдыңғы не жаңағы? Мынаны айттым. Алдыңғы тартпа. Артқы тартпа. Жаңағы бұған таққан жоқпыз жаңағы нені. Түйісқанды таққан жоқпыз. Мінекей, мыналары мінекей. Сөбетінде. Өзіміз жайлы басында көпшік боламыз жаңағы. Бұның бәрі мінекей артқа күртігіне аңға шыққанда, неге шыққанда. Қанжық, өзің қанжығасын білесің ғой баланы. Қанжыға жаңағы. Ол жаңағы түйісқанның несі. Алды алдыңғы қанжыға тізгін қысқа болып нетіп барасың, осыған байлай саласың. Еден мына ертоқымның қасында іліп, шетімен байлай саласың, екінен. Сол тізгінді жаңағы таң асырғанда, суытқан кезде тізгін шуатылмайтын. Сөйтесің.
мынау қазір ішінде бұл таза қайыстан жасалған. Енді мынау келеді дағы кісен. Бұл әке өзі қолдан жасаған. Жаңағы бұны кісен дейді. Мына ерді кірді болады. Бұны әкеден басқа да машалмайды жаңағы. Бұны атқа салып жіберіп, оны ешкім жаңағы. Ол ерте кездерде ұрлық сонда өзі атқа салып қойып бітті. Оны ешкім машалмайды. Сол екі аяқтан салды. Екі аяқ алдына салды да кісен дейді. Қанша тағалар бар екен. Бұл тағалар барлық 12 айда тағылмайды. Қандай? Бұл енді тағалар жаңағы аттың аяғы мүшіледі. Жалпақ тағаны жаңағы жаздығын тағалайды жаңағы әкейді. Жаздығын тағалайды, сонан ұяқ өсіп жетінің күнде күшт жақсы болады. Мына емшек тағаны күштігін қара көзі тағалаймыз. Мына емшек тағы қаймайды. Мынау әбден тозған көзін мынауынан жер сваркамен жаңағы бетіп қайтадан көзінше төлдеп жасап қойғаным. Соны мынау емшек тағы мына бар емшек тағы. Бұлар түптігін әдейі таймайды. Қара тақтар болады ғой. Сол кезде аттың аяғын өте күшті сақтайды. Сол кезде тағаламаса қар жауған шығар. Қарда тағаның керегі жоқ. Астында аттың тұяғының астында жаңағы қар кетеді дағы ол тағаны күштігінде таға салмайды атта. Қар